Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге 2-ге, 3-ге, 4-ге, 5-ге, 6-ға, 9-ға, 10-ға, 11-ге бөлінгіштік белгілерін жылдам және шығару жолын үйретемін. Мысал үшін, ең бірінші оны бастамас бұрын біз жұп сан және де тақ сан не екенін ажыратып аламыз. Бірінші, жұп сан дегеніміз бірлік разрядында немесе соңғы цифрлары 0, 2, 4, 6, 8 цифрларымен аяқталатын сандар, онда ол бізде жұп сандар деп аталынады. Мысал үшін 10, 32, 54, 76, 108. 10 дегенімізде 0 мен аяқталып тұр, 32 дегеніміз 2 мен аяқталып тұр, 54 дегеніміз 4 мен, 76 дегеніміз 6 мен, 108 дегеніміз 8 мен. Ондай цифрлармен аяқталатын болса, онда бізде бұл сандар жұп сандар. Ал енді тақ сандар дегеніміз бірлік разрядында не болмаса соңғы цифрларында 1, 3, 5, 7, 9 цифрлармен аяқталатын сандар тақ сандар деп аталынады. Мысал үшін 11, 43, 65, 87, 189. Бұл сандарда 11-де 1 мен аяқталып тұр, 43-де 3 пен, 65-де 5 пен, 87-де 7 мен, 189-да 9 мен аяқталып тұр. Ондай сандар бізде аяқталатын болса, ондай сандардың бізде тақ сандар. 2-ге бөлінгіштік белгілері. 2-ге бөлінгіштік белгілері 2-ге барлық жұп сандар. 0, 2, 4, 6, 8 цифрлармен аяқталу керек. Мысал үшін 172, 94, 67838 және де 1670. Бұл сандардың ішінде 172-де 2 мен аяқталып тұр, 94 4 мен аяқталып тұр, 67838-де 8 мен аяқталып тұр, және де 1670-де 0. Бізде бұл сандардың бәрі бөлінеді. Енді ішкі бөлінгіштік белгілері цифрларының қосындысы үшке бөлінетін сандардың үшке бөлінеді. Мысал үшін 39 деген санымызға қараймыз. Олардың цифрларын жеке-жеке қосып аламыз. 3-ке 9-ды қосамыз. 12, 12 3-ке бөлінеді екен 4 шығады. Онда бізде 12 3-ке бөлінетін болса, онда 39-да бізде 3-ке бөлінеді. Мысал үшін 16734 цифрларын қосамыз. 1, 6, 7, 3, 4 цифрларын қосамыз. Бізде 21 шығады. 21 3-ке бөлінеді екен. Онда 21 3-ке бөлінсе, онда 16734 дегенімізде 3-ке, 4-ке, соңғы 2 цифры 4-ке бөлінетін сан құраса, онда ол сан 4-ке бөлінеді екен. Мысал үшін 124 соңғы цифры 24-ке қараймыз. 24 4-ке бөлінеді екен. Онда бізде 124 дегенімізде 4-ке бөлінеді. 103456 деген цифрына қараймыз. Соңғы санына ол бізде 4-ке бөлінеді екен. Онда 103456-да 4-ке. 5-ке бөлінгіштік белгілері. Соңғы цифры 5 және 0 цифрымен аяқталатын болса, ондай сандар 5-ке бөлінеді. Мысал үшін 125 және 10720 деген санымыз 5-ке бөлінеді. Не себепті? 125 5 пен аяқталып тұр, қанағаттандырып тұр, және де 10720 0 мен аяқталып тұр. Ондай болса, екеуі де қанағаттандыратын болса, екеуі де 5-ке бөлінеді. Енді 6-ға бөлінгіштік белгілері бізде 2-ге де және де 3-ке де бөлінетін сандар, ол 6-ға да бөлінеді деген қағида бар бізде. 126 дегеніміз бізде соңғы цифры 6 мен аяқталып тұр, 6 дегеніміз жұп сан. 3-ке бөлінеме соны дәлелдейміз. Цифрларын қосамыз, 1, 2, 6-ны қосамыз, сонда бізде 9 деген сан шығады. 9 3-ке бөлінеді екен, онда бізде 126-да 3-ке бөлінеді. Егер де бізде 2-ге де 3-ке де бөлінетін болса, онда бізде 126-мыз 6-ға бөлінеді деген қағида бар. Енді келесі 9-ға бөлінгіштік белгілері тура 3-ке бөлінгіштік белгілеріне ұқсас. Цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болса, онда ол санда 9-ға бөлінеді. Мысал үшін 1179 дегеніміз 9-ға бөлінеме дейді. Цифрларын қосамыз. 1 қосылған 1, қосылған 7, қосылған 9. Қосындысы бізде 18 шықты. 18 9-ға бөлінеді екен. Онда бізде 1179-да 9-ға бөлінеді. 10-ға бөлінгіштік белгілері соңғы цифрлы 0 мен аяқталатын барлық натурал сандар 10-ға бөлінеді. Мысал үшін 30, 980 және де 1200 және де 1507 бәрлерінің соңғы цифры 0 мен аяқталып тұр. 0 мен аяқталатын болса, ол сандар 10-ға бөлінеді. Енді 11-ге бөлінгіштік белгілері жұп орнында тұрған сандардың қосындысы мен тақ орнында тұрған сандардың қосындысы тең болса, ондай сандар 11-ге бөлінеді. Мысал үшін ең бірінші тақ орында тұрған сандарды қараймыз. 1, 5, 8. 8 сандарының қосамыз.
Онда бізде 14 шықты. Енді жұп орында тұрған 0, 7 және 7. 0, 7, 7-ні қоссақ бізде 14. 14 тақ орындағы тұрған сан мен жұп орында тұрған сандардың қосындысы тең болды. Онда бізде 105.787 де 11-ге бөлінеді. Енді тағы да бір ерекше жағдай. Жұп орында тұрған сан мен тақ орындағы тұрған сандардың қосындысы тең болмайтын жағдай болады. Ол да бірақ 11-ге бөлінетін жағдай. Оны қалай анықтаймыз? Бірінші, тақ орында тұрған сандарды қосып аламыз. 9, 6 және де 6 және де 7. Осылардың бәрін қоссақ, бізде 28 деген сан шықты. Енді жұп орындағы тұрған сан 1, 3 және де 2 деген сандарды қостық 6. Біреуінде 28 деген сан шықты, екіншісінде 6 деген сан шықты. Егер де екеуін енді үлкен саннан кішкентай санды азайтамыз, сонда 28-ден 6-ны азайтсақ 22. 22 деген санымыз 11-ге бөлінеді екен. Онда бізде 9.163.627 деген санымызда 11-ге бөлінеді екен.